концептуалды проблемалары бар. Мысалы, біз қазіргі таңда колледждің жан басына шаққандағы қаржыландыруын өсіре алмай келе жатырмыз. Бұған дейін 300 мың теңге бір баланың грантының құны. Біз 800 мың теңге болу қажет деп, өзіміз есептеп ұсынғанбыз үкімет тарапынан. Үкіметте бүгінгі таңда енді түсінуіміз қажет. Бізде пандемия болды, бізде қазір өте күрделі геосаяси жағдай. Сол геосаяси жағдайдан туындаған геоэкономикалық жағдай бар. Республикалық бюджеттің жағдайын мен өзім көріп тұрмын. Бірақ дегенмен біз жаңа дұрыс айтып отыр ғой. Біздің еңбек нарығының сапасы деген дүние бар. Мысалы, қазір Қазақстандағы Яндекс таксишілерінің 25%-ның қолында жоғары диплом бар екен. Неге? Өйткені бізде бір кезең болды. Менталды тұрғыда менің балам қалай оқса да ол жоғары білім, заңгер болуы қажет деген. Қорасында соңғы малына дейін сатып тұрып оқытты ғой енді баласын. Сондықтан да біз қазір менталды тұрғыдан негізі қай жерде жұмыс бар, жаңа аспаздықты айтып отыр ғой, 600 мың теңге мен аламын деп. Бұл енді бюджеттік мекеме емес, кәдімгі өзі жеке аспазшы болса, немесе өзінің ресторан, кафесі болса, жасаймыз деген. Яғни біз осы нәрсенің насихатын жөндеуіміз қажет. Бізде еңбек адамына деген құрмет, еңбек адамының ақпараттық насихаты, еңбек адамының құқығы, оның жалпы кәсіби тұрғыдан біліктілікті арттыруға байланысты қандай мүмкіндіктері бар деген кезде біз қазір еңбек министрлігі бар, оқу ағарту министрлігі бар. Осымен концептуал жүзеге асыру керек. Енді заңнамада біз не өзгерте алдық? Біз 2023 жылы кәсіптік біліктілік атты заң жобасын заңды қабылдадық, заңға қол қойылды. Ол әрбір салада қанша сұранысқа ие жұмысшы мамандықтар қажет. Бұған дейін талдау болғанымен ол нақты аналитикаға, нақты сұранысқа негізделмеген еді. Енді қазір әрбір сала өзіне қажетті мамандарына байланысты сұранысты белгілеу қажет. Өзі талдау жүргізу қажет. Соның аясында грант белгілеу қажет деген ойдамыз. Енді колледжге байланысты үлкен проблема бар. Менің ойымша бұл еңбек адамынан бөлек талқының басқа бір тақырыбы болу керек. Себебі ол жерде жұмысшы мамандықтары бар, ол жерде педагогикалық мамандықтар бар, ол жерде техникалық мамандықтар бар. Оның бөлек-бөлек қарастыруымыз қажет. Сосын колледжге 9 бітіріп келеді ғой балалар. Енді олар 11 сыныпқа дейінгі жалпы білім беретін пәндерден толыққанды білімнің стандартын орындау керек қой. Ал енді бұл жерде қандай теңсіздік бар? Колледжде сабақ беретін жалпы білім беру мұғалімі мектеп мұғалімінен едәуір төмен айлық алады. Яғни ол колледжге енді біз түсінуіміз қажет. Мектепті 9 сынып бітіргеннен кейін жақсы балаларын колледжге ешкім жібермейді. Колледжге немесе сотқарлығы бар, немесе тентектеу. Жаңа біздің маманымызда қосылып айтты ғой, соңғы варианты болып таңдап жатады неге деп. Соған байланысты біз осы менталитетті өзгертуге күш салуымыз керек. Оған ықпал ететін ақпарат саласының да мамандары. Бәріміз осыған еңбек етуіміз керек. Енді кәсіптік білім бойынша жұмыстан бізде уақыт аяқталып қалған екен. Кәсіптік білім бойынша сіздің ұсынысыңыз бойынша арнайы тағы бір эфир арнап бұл мәселені